Баш жарған балдақ. Өріс Яшкүрқызы. Детективті әңгіме. Шұғыла бұл қылмысты қатты ашу үстінде жасады. Алды-артын ойлауға үлгерген жоқ. Ашуды туғызған Темірбектің өзі. Еркек басымен намысына тиді. Сендер дачада қаңғып жүргенде деді кемсітіп. Бұл сөз Шұғыланың жанына батты. Өзін құлай сүйген сіңлісінің махаббатын таптады. Бала туып беретін шығар деп үйлендім деді. Тағы беті шімірікпей. Кәдімгі бұзаулайтын сиырды базардан сатып алғандай. Одан артық қорлық бар ма? Тағдыр бұйрығымен жарымжан болып төсекке таңылған Сәулені ешкіммен келіспей, өзі кесіп-пішіп, мүгедектер үйіне тапсырғысы келді. Бұл жағынан арым таза деп қояды және жап-жас күтуші қыз Лаура өзінен 25 жас үлкен бұған тұрмысқа шығуға еркімен көнбеген айдан анық. Жауыз Темірбек жас қызды зорлап көндірген шығар. Ол жағы анықталмады. Темірбек жұмысқа, адамдық ар-ұяттан жұрдай. Мұндай малғынға не істесе де өкінішті емес. Қалай жер көтереді осындай құзғынды? Әліптің соңы ақыры өліммен тынды. Тіпті өлім деген лездақ екен. Қанды оқиға қас пен көздің арасында болды. Табан астында. Тіпті ойламаған жерден. Сәуленің өзі де ешнәрсе түсінбей қалды. Сосын шығар маған полиция мен тергеушілер алқымдап, аптығып, сұрақ астына алып тұрғанда, жығылсаң мә жұдырық дегендей, солардың көзінше. Шұғыла, қалай сен батылың жетіп осындайға бардың? Қалай ғана, айтшы, қалай ғана қолыңа құрғыр балдақты ұстап жүрсің? Деп дауыс көтерер ме еді? Басқаның аты басқа, дәл жан бауыры Сәуледен сол жерде мұндай сөз күтпеген. Сыртынан жасалып жатқан Темірбектің қиянатын білмегендігі. Немене сен, оны білмейсің бе? Білсең бәрі сен үшін, сені қорлағаны үшін, көзіңді бақырайтып қойып төсекте таңылып жатқан сені мазақ қылғаны үшін, көзіңді жәудіретіп, сені мүгедектер пансионатына тапсырғысы келгені үшін, саған ерекше күтім жасайтын қыз таптым деп алдап, өзі сонымен көңіл қосқаны үшін, оған да арамза қылық жасаған үшін, жалғыз қорғаушың, жанашырың мені адам санатына қоспағаны үшін, саған және маған бұл аз ба? Бір сәт сен де мені ойладың ба? Шырылдап отқа түсерімді. Сол опасыз күйеуіңе сендің бе, деді. Шұғыла да ашынып дауыс көтере сіңлісіне. Кісі өлімі болып жатқан жерде апалы сіңлілі әйелдердің өзара тәжікелесі кімді қызықтырсын? Полиция қызметкерлерінің біреуі Шұғыланың екі білегіне сарт еткізіп, кісенді салды да сыртқа алып шықты. Есік алдында тұрған қоңыр машинаға кәдімгі аса қауіпті, аты шулы қарулы бандитті ұстағандай басынан итере ішке кіргізді. Қолдары қандай тастай еді? Қайда әкелгені белгісіз. Машина тоқтады. Погон таққандар Шұғыланы тағы да арқасынан итеріп, түс деді. Шұғыла түсті. Алға бас аяғың деді. Шұғыла аяғын алға басты. Ұзын дәлізден біресе оңға деді, біресе солға деді. Тоқта деді, тоқтады. Сол жерде бір есікті сатыр-сұтыр кілттермен ашты да арқасынан бір итерді. Кір деді. Артынан есік тарс жабылды. Уақытша оқшаулау бөлмесі еді бұл. Шұғыла сол кіргеннен арқасын мұздай қабырғаға сүйеп, көп уақыт тікесінен тік тұрды. Орнынан да қозғалмады. Басындағы сансыз ой топтасып, бірінен кейін бірі келіп жатыр. Апам да маған өлерінде, Шұғыла, жаным, сен Сәулеге қара. Сен барда Сәуле жетімдік көрмесін. Қызым, ақылдым менің. Сен естіп тұрсың ба? Сен ақыл тоқтатқан ересексің ғой. Мен саған айтып отырмын. Неге басыңды төмен салбыратасың? Басыңды салбыратпа. Оған қамқоршы бол. Сен оның ендігі жерде әкесісің. Менің орнымдағы анасысың. Ағасы да, әпкесі де боласың. Жұрт сияқты сенде көтермелейтін нағашы да, әке жағынан туыс та жоқ. Сондықтан жарты күлше нан жейтін болсаң, соның жартысын бөліп бер. Сендердің келешектеріңе қарай мына бір түрлі заман туды. Сен заманға қарама, Сәулеге қара. Сәуленің білесің ғой, оқуға ынтасы бар. Түрік лицейінде өте жақсы оқып жүр. Осы мектепті аман есен бітіріп шықсын, осы қыздан мен танысам бір нәрсе шығады. Ертеңгі күні оқимын десе, оқуына да қалайда көмектес. Бір мамандық алып бер. Мен алдымен саған сенем. Құдайыңа сенбеймін. Құдайға сене көңілім қалған деп, бар міндетті маған жүктеді. Анамның аманаты бойынша Сәулені оқыттым. Еш нәрсеге зәру етпедім. Қашан осы қыз өз-өзіне келіп, маған да сүйеу болатын күні болатын шығар деп үміттендім. Қарап отырсам арба сүйреткен есек сияқты, қыруар жүкпен әлі келеді екем. О, тоба, енді қараш, мынадай төрт қабырғасы құрсаулы абақтыға келіп түсе қалғанымды. Кім ойлаған? 30 жасыма дейін бағыма біреу кездесер. Менің де тұрмысқа шығар күнім болар. Менің де алла жолымды ашар. Қасыма серік табармын. Бір ұрпақ берер.
Алдымен сәулені жетілдіріп алайыншы, осы қыз болсыншы, толсыншы деумен өзімнің жеке өмірімді бір ойламаппын. Ал керек болса енді, бір басым екеу болмай, отбасын құрмай, перзент сүймей, түрмеде қартайып, түрмеде өлуге келдім. Осындай ойлармен келгелі түрегеліп тұрған Шұғыла аяғы талып, әрі қабырғадан арқасы мұздаған соң, қарсы алдындағы темір кереуетке сылқ етіп отыра кетті. Кереует шықыр ете қалды. Үстінде әбден жуыла-жуыла кенептей тозған жайма төсекпен жұлма-жұлма жастық. Оған жақын стол үстінде ескі тарелка, бір кружка, қалайы қасық, газеттің ескі қиындысы көрінді. Шұғыланың ойы кереуеттің үстінде әрмен жалғасты. Апам өлген соң қаладағы тірлік одан сайын қиындады. Телевизорды ашып қарасаң, Астанада жұмыстың барлық түрі бар сияқты. Кел, мұнда келіңдер деп шақырып тұр. Көппен бірге біз де Астанаға барайық. Екі қолға бір жұмыс табылса болды. Жастардың барып орналасып жатқан қаласы. Біз де ілесіп, бірге күн көрерміз деп, жаңа республика орталығы Елордаға келдік. Пәтер бағасы удай қымбат. Іздесе амалда табылады екен. Қалаға қашықтау саяжай үйлерінің бірінен 2 бөлмелі үй жалдадық. Қыста да тұра беруге болады. Бірақ отынды өздерің жағасыңдар. Осы маңайдың бәрі отын, бәрі ағаш. Тек көмір түсіріп алсаңдар болды. Көмірмен мына пешке от жақсаңдар жып-жылы болады. Осы саяжайдың бәрінде өздерің сияқтылар қыста қыстап шығады. Мына шетте орталыққа қатынайтын автобус анау жүріп жатыр деп, саяжай иесі Қағылез Тамара деген орыс кемпір бәрін түсіндірді. Қиындықтан қашатын мен бе? Қыста қолым кеулеш-кеулеш боп көмірде түсірдім. Пешке отты да жақтым. Сәуленің жолы оңғарылды. Медициналық колледжге өз білімімен түсіп кетті. Екеуміз көрген қиындыққа шыдамды болдық. Пешімізден түтін шығатын жерге бір күні кесек түсіп кетіп, мұржадағы түтін әрі шықпай ішке қарай шығып, уланып өліп қала жаздаған да кезіміз болды. Су алатын жерімізден су қатып қалып, ауыз суды да флягқа құйып, шанамен тасымалдадым. Мұндай қара жұмыстың бәрін жасымнан әкеме ұқсаған мен атқардым. Апам қара қызым, қара күшім менің дейтін еркелеткенде. Денем де ірі, аяқ қолымда балғадай, күшім де жетерлік. Сәуле болса анама ұқсаған, тумысынан нәзік, әрі талдырмаш. Апам Сәулені, бұл қыз капрон ғой, сен барш, сен әкелші, сен үйте қойш, сен бүйте қойш дегенге шауып кетіп, мен де үйренгенмін. Өстіп жүріп жұмыссыз жүрмеуді ойладым. Шаш қырқуды, сәндеуді үйренетін арнайы курсты тәмамдап, сертификат алып, бір салонда шаштарасшы болдым. Шаштарасшы болғаным бағым болды. Күндік табысым әжептәуір. Тамағымызға пәтер ақы төлеуге жетіп артылады. Сәулені анау айтқандай үлде мен бүлдеге бөлемесем де, киімін басқа қыздардан кем етпедім. 2,5 жылда өте шығып, Сәуле де қолына диплом алды. Шешемнің тапсырған аманатын орындадым деп, Сәуленің мамандық алғанына қатты қуандым. Енді екеулеп жұмыс істесек, жұрт қатарына қосылармыз деген үміт бар. Ерте қуаныппын. Сәулеге бірден жұмыс табыла қоймады. Әр ауруханада, емханада, шығып кеткен немесе декреттік демалысқа кеткен медбикелердің орнында уақытша 5-6 сағаттан ғана жұмыс істеп жүріп, өзіне тәжірибе жинақтап алды. Ұтқаны осы болды. Тұрақты жұмысқа таныстық болмаса, ол да болмайтынын білдім. Ақыры маған шашын қидырып, сәндетіп жүретін бір ауқатты әйелге сөз арасында сіңлім жұмыс таба алмай жүр деп жағдайымды айтып ем. Ол қайырымды әйел екен. Қаланың белді емханасынан Сәулеге бір медбикелік жұмыс тауып берді. Ол да мен де жұмыс істеген соң бойымызда түзеп, басқа елдерге ұқсап, киім киісімізді жөндей бастадық. Сөйтіп жүргенде Сәуле өзі жұмыс істеп жүрген емханада жатып емделген. Әйелімен ажырасқан Темірбек деген жігітті кездестіріп, өлердей жақсы көріп қалыпты. Танысқанына 3-4 ай өтпестен Сәуле, Шұғыла, мен Темірбекке тұрмысқа шығамын. Ол үйленейік деп жүр. Бірақ сен ұрыспа, сөйлеме. Жасы менен көп үлкен. Басында үйі бар жігіт. Өстіп үй жалдап қашанғы жүреміз. Егер ол екеуміз үйленсек, сен менімен бірге боласың. Бәрібір мен сені жалғыз тастамаймын. Темірбекке осыны айттым. Ол келісті. Сенің бізбен тұруыңа қарсы емес деді. Сәуле, сен немене? Басында үйі барына қызықтың ба? Оның үйі сенің үйің болмайды ғой дедің. Жоқ, үйіне қызықтың ба демеші. Ол мені өте шын сүйеді. Сен оған сенесің бе? Неге ендеше әйелімен ажырасқан? Соны білдің бе? Айтуынша әйелі бір жерде бастық қыз болған. Жиі іс-сапарға шығып кетеді екен. Сосын бала көтермеймін, әзірге карьерамды реттеймін депті. Заң жүзінде ажырасып па?
Түу шұғыла, немене бәрін тергеушідей тергеп. Заң жүзінде тіпті Темірбек емес, әйелі өзі ажырасқысы келіп ажырасқан. Бұл жігіт әккі, тіс қаққан болып отыр ғой. Немене мені сонда тұрмысқа шығарғың келмей ме деп, Сәуле ренжіп тамақ ішпей жатып қалды. Қой, мына қыздың бағын байламайын. Жақсы көріп тұр екен. Тұрмысқа шықса шықсын. Болашақта мен сияқты күйеуге шықпай жүріп қалса, мені кінәлауы да мүмкін деп келісімімді бердім. Екеуінің бас қосқандары жарқырап салтанатты жағдайда өтеме дегем. Олай болмады. Ондай жарқыраған үйлену салтанатына кеткен шығынды өзімізге жұмсаймыз. Батыстың жастарының бәрі сондай деп Сәуленің миына қатты құйып қойыпты Темірбек. Сөйтіп бас аяғы 5-6 адамға Темірбектің 2 бөлмелі пәтерінде дастархан жайылып, оңаша кішігірім той жасалды. Көп ұзамай мен де 2-3 ала сөмкемді арқалап, саяжайдағы 2 жылдан бергі жалға тұрған үймен қоштасып, Темірбек пен Сәулеге көшіп келдім. Сәуле мен Темірбек заңды некеге тұра қоймады. Азаматтық некемен тұрып жатты. Күйеу бала тым сақ па жоқ, мен дұрыс зерделей алмадым ба, оның сырын қанша білуге тырыссам да біле алмадым. Бұлайынша барымен елпілдеп жанашыр болып жүреді, ақ көңіл сияқты. Менімен жасы қатарлас екенін сезіп, Шұғаке дейді. Солай болса да неге екенін қайдам, менің ішкі түйсігім әлденеден қобалжып жүрді. Бірақ мұны Сәулеге білдірмеуге тырыстым. Осының сырын білмедік-ау. Кім өзі? Туған жері Шу бойынан екен. Қандай жігіт? Әйтеуір бір жақсысы темекі шеккенімен ішімдік ішпейді. Әке-шешесі туралы әңгіме арасында бір ауыз бір нәрсе демейді. Кәдімгі жетім өскен бала сияқты. Басқа туыс жекжаттары ағайындармен араласы жоқ деп едім, Сәуле ұнатпай. Түу шұғыла, тырнақ астынан кір іздеп отырасың. Оны қайтесің? Біздің де туыстарымыз жоқ қой деп мені тойтарып тастады. Саяжайдағы жағдайдан анағұрлым жақсы, ыстық су мен суық суы, шомылатын ваннасы бар. Оның 2 бөлмелі пәтерінде тұру маған да қолайлы болды. Үшеуміз жап-жақсы тұрып жаттық. Үшеуміз де жұмыстамыз. Кешке бірақ басымыз қосылады. Әне-міне дегенше зуылдап 2 жылда өтті. Сәуле жігіттен бала көтере қоймады. Өздері орталарында бала болмағанына алаң емес сияқты. Мен де сосын көңіл бөле қоймадым. Өзімнің де тұрмысқа шығу ойымда жүрді. Алайда өз көңілімнен шығатын адам кездеспеді. Бір уақыты келер деп шаштараздың ісімен бола бердім. Тағдыр дегенің бір адамға қиындық берсе, үйіп төгіп бере ме деп ойладым. Бір күні Сәуле сап-сау жүріп бассейнге суға түсуге барғанда, аяғы тайып кетіп құлап, 2 омыртқасын жамбасын сындырды. Ой, Аллай десейші, жаны қатты қиналды. Қолдағы жинаған бар ақшамызбен ең жақсы деген дәрігерге ота жасаттық. Дәрігердің айтуы бойынша кем дегенде 7-8 ай кереуеттен тұрмай ұзақ төсекте емделуі қажет. Енді екеуміз үшін тағы қиындық туғандай. Сәуленің қасында күтуші міндетті түрде керек. Немесе мен жұмыстан босауым қажет. Екеуміз бірден жұмыссыз отырсақ, күн көріс тағы қиын. Сол себепті Сәулеге күндіз бір мезгіл қарайтын күтуші іздедік. Күтушілікке 17-18 жасар Лаура деген жас қызды Темірбек бір күн ішінде лезде тауып әкелді. Оқуға түсе алмаған екен. Содан соң ауылына қайтпай, қалада 1 жыл жұмыс істеп, келесі жылы оқуға тағы түсуге ойы барын білдік. Ауылдан келген ақкөңіл қыз бірден Сәулеге де маған да ұнады. Компьютерді де жақсы білетін болып шықты. Күндіз бір мезгіл Сәуленің қасында тамағын ішкізіп, ішетін дәрісін беріп, схема бойынша белін, жамбасын, аяғын уқалап, дәрігердің айтуымен ем жасайды. Кешке ол да жалдаған пәтеріне қонуға кетеді. Уақыттар өтіп жатты. Сәуле енді ептеп қос балдаққа сүйеніп, қасында біреу сүйемелдесе, әжетханаға өзі баратын болды. Бұған да шүкіршілік еттік. Сәуленің түрік лицейінде оқығаны көмегін берді. Төсекте байланып жатқанша деп алдына компьютерді қойып, хабарландыру арқылы түрік тілінен аудармалар жасады. Күні бойы кереуетте жатқанша бір мезгіл болса да, көңілін бөлуге аударма жұмысы Сәулеге моральдық дем беріп көмектесті. Алайда Сәуле біртіндеп тәуірленіп келе жатқанымен, Темірбектің қабағы ашылмай, мүлде түнеріп, түсіп кетті. Кейде үйге қонады, кейде қонбайтын әдетті шығарды. Бұрын ішпей жүрген адам кейде ішіп келеді. Үйден бізбен бірге отырып тамақ ішуі де сирей бастады. Шұғаке деп маған елпілдеуі де азайды. Сәуленің де жағдайын кейде сұрайды, кейде сұрамайды. Жұмыс көп болып кетті, шаршап келдім деп келе ұйықтайды. Таңертең қайта кетеді. Темірбекке мүгедек әйел керек болмауы да мүмкін. Орталарында жалғастырып тұрған тым болмаса, бала да жоқ. Біз оның пәтерінде тұрып жатырмыз. Темірбек, сендер шығыңдар, пәтерді босатыңдар деп айта алмай жүрген шығар. Сондықтан мен онымен
ашық сөйлесейін дедім бір күні сіңіліме. Шола, сен кілең жаман ойлайсың. Темірбек ондай жан емес. Жұмысында қолайсыз бір нәрсе болып жүрген шығар. Мені уайымдайды деп айтпауы да мүмкін деп Сәуле баяғыша кір жуытпады. Қандай жұмыс істейтінін білесің бе өзің? Бір түрік компаниясында істейді. Сен оған анық сенімдісің бе? Екеуің бірге тұрғалы сол компанияда ма, жоқ басқа жақта ма? Мен ылғи екеуміз үшін өз табысымды жұмсаймын. Саған өзі күйеуің болып қаражат беріп көмектесе ме? Ашығын айтшы, мен білейін. Маған ұят емес пе одан қаражат сұрау? Бұрын өзім жұмыс істедім. Ауырып қалған соң ондай әңгіме қозғауға қысыламын. Мүгедек жарымжан болып отырып, операцияға қаражатқа көмектескенін ұмыттың ба? Ендеше бір шындық бар. Ерте ме кеш пе сол ашылады. Мен білсем ол бізге осы үйден кетіңдер деп айта алмай жүр. Түсіндің бе? Ақылды қыз сен сияқты сүйіп-күйіп, өзінен пәлен жас үлкен адамға азаматтық некемен тұрмайды. Сені де, мені де ақымақ қып жүр ол. Жүрген жоқ па азаматтық некемен қосылғандар кейін оп-оңай ажырасып? Өйткені ондай күйеу отбасылық жауапкершіліктен қашады дедім. Бұл сөзім Сәуленің жанды жеріне өте ауыр тиді-ау деймін. Ол, шұғыла қош енді, өтінем, қош деді де ағыл-тегіл жылап жіберді. Өмірі көзінен жас шықпайтын еді. Мен қап бекер айттым-ау деп қалдым. Бірақ айтылар сөз айтылды. Сәуленің қан қысымы көтерілді. Жүгіріп жүріп дәрі беріп емін жасадым. Сәуле сол күні қоймастан көп жылады. Жастықтан басын көтермеді. Махаббатым алдандау деп те ойланған шығар. Мен де қасына барып жұбатпадым. Ішіндегісін тарқатып бітсін дедім. Ал өзім былай шештім. Бүгін Темірбек үйге ішпей сау келсе, мен бұл мәселені көтеремін. Алайда сол күні күйеу бала үйге қонуға тағы келмеді. Ертеңіне күтуші қыз Лаура да үйге келмеді. Мен жұмыстан бір күн қалып Сәулені өзім күттім. Екінші күні де солай болды. Телефоны жауап бермейді, хабар берілмейді, хабар алынбайды. Үшінші күн дегенде хабарсыз кеткен Лаура телефон шалды. Тәте, кешіріңіздер, деді ол сотканың ар жағынан. Мен енді күтушілік жұмыс істей алмаймын. Ауылдағы анам ауырып кетіп қалдым. Басқа біреуді жалдай беріңіздер. Сіздерден кешірім өтінем. Ой айналайын, саған соңғы күндеріңе ақы да төлемедік қой дей бердім мен. Тәте, сосын тағы кездесерміз, оқасы жоқ деп сөзді үзді. Мен тағы да Сәуле үшін күтуші адам іздей бастадым. Осылай хабарландыру беріп телефонда отырғанымда менің телефоныма бір звонок келіп түсті. Шола Нұртазина керек еді. Иә, мен тыңдап тұрмын. Сізбен қаладағы жәрдем мүгедектер компаниясының директоры Берік Нұрболатов сөйлесіп тұр. Сіздің сіңіліңіз Сәуле Нұртазинаны біздің жәрдемге әкелуге жазған өтінішіңіз қанағаттандырылды. Ертеңнен бастап әкеле беруіңізге болады, деді әлгі кісі. Мына сөзге шошып кеттім. Мұндай өтінішті сізге кім беріп жүр? Мен сіңілімді ешқандай мүгедектер үйіне тапсыруға өтініш берген емеспін. Және тапсырмаймын да дегенше трубка желіден ажыратылды. Орнымда сілейіп тұрып қалдым. Дереу Сәуле жатқан бөлмеге келдім. Ол пысылдап ұйықтап жатыр екен. Мына хабарды беріп жүрген Темірбек. Иә, Темірбектен басқа кім? Ол Сәулені мүгедектер үйіне өткізбекші. Сосын маған, қайда барсаң онда бар, үйді босат деп бірақ айтқысы келген. Менің күдігім рас болды. Үйге келмей қонбай жүргендегі гәп анықталды. Осыдан көзіме бір көрінші бәлем, опасыз, оңбаған деп, менің де басыма қаным шапшып, қатты ашу қысты. Өстіп тұрғанымда есіктің сырты кілтпен ашылып жатқанын байқадым. Әрине ол келіп тұрған Темірбек. Ішке кіре ол. Сәуле, ау Сәуле деді. Бар даусымен бір қуанышты хабар айтқысы келіп тұрғандай лепіріп. Темірбектің ішіп алғаны айдан анық көрінді. Айқайлама, Сәуленің көзі жаңа ғана ілінді. Оятасың. Тағы да ішіп келгенсің бе? Мен сенің ішпей келгеніңді күтіп едім, дедім. Мен барынша өзімді сабырмен ұстап. Сен кімсің мені тексеретін? Айқайласам өз үйім, өз әйелім. Ал сен кімсің? Ей, сен енді маған осылай сөйлей бастадың ба? Осылай сөйлеймін. Ал қайтесің? Сендерді дачада қаңғып жүрген жерлеріңнен аяп үйге әкелдім. Аяп сіңіліңе үйлендім. Еще маған бала туып беретін шығар дегем. Сіңілің тумады. Бұл рас қой? Рас. 2 жыл күттім. Бала жоқ. Мүмкін маған әдейі тумай жүрген шығар. Немесе сен үйреттің. Рас қой? Рас. Мені ақмақ ете алмайсыңдар. Маған дені сау әйел керек. Маған мұрагерлік бала керек. Әне, Лаура сразу менен 2 қабат болды. Енді мен оған үйленемін. Законына үйленемін. ЗАГСке барып.
Ол маған ұл туып береді. Тексерткіздім, УЗИден өз көзіммен көрдім. Түсінікті. Сен бе мүгедектер үйіне сәулені тапсырғалы? Өз атыңнан да емес, менің атымнан өтініш берген. Әрине менмін. Сен бермейсің. Мен бердім сосын. Все-таки менің ол азаматтық некедегі әйелім. Оны далаға тастаған жоқпын. Арым таза. Барып тұрамын. Ал өзім Лаураға үйленемін. 41 жасында ұлды болам. Ал сен Шұғаке, құрметті қайынбике. Қайда кетсең, понимаешь, онда кет. Саған жауап бермеймін. Бұдан әрі оның сөзін ести беруге шыдамым жетпеді. Дәлізден өте бере сәуленің қос балдағы қойылатын. Соның біреуін ала салдым да тәлтіректеп тұрған Темірбектің қақ маңдайынан, басынан бердім келіп. Мә саған опасыз деп үсті-үстіне ұрғылай бердім. Темірбектен ой әкеңнің аузын деген бір ғана сөз естілді. Жерге құлап түсті. Оның маңдайынан ытқып шыққан қан қабырғаға атқылады. Қан көрінген соң барып шошып кеттім. Мәссаған, балдақтың жерге тиер жағында болар болмас үшкір темір бар екен. Балдақ тайғанақтамау үшін қойылған шығар. Енді байқадым. Темірбектің самайынан аққан қан еденге дейін сорғалады. Бұдан әрі қарауға дәтім шыдамады. Болар іс болды. Арғы бөлмеден Сәуленің даусы естілді. Шұғыла деймін. Не болып жатыр? Неғып ұрысып жатырсыңдар? Темірбекті өлтірдім деп айқайладым менде. Есімді жия алмай қалдым. Бірінші, жедел жәрдем шақырарымды әлде полиция шақырарымды білмедім. Ешқандай телефон миыма келмеді. Коридорға шықтым. Бір әйел кетіп бара жатыр екен. Оған айқайладым. Тезірек, жедел жәрдемді, полицияны шақырыңыздаршы. Кісі өлімі бар 4-ші пәтерде. Тез дедім. Өзім ішке кірмей сырттағы дәлізде жалп етіп отыра кеттім. Менің де көзімнен жас тоқтамай ағытылдай келіп, ашумен кісі өлтіріп алдым. Өкін не, өкінбе не, бітеріс бітті. Міне бүгінгі оқиға осы. Абақтының есігін айқара ашты. Абақты демекші осы сәт Шұғыланың басына тағы бір оқиға сарт ете қалды. Сыған әйелдің айтқаны. Қалай есімде бұрын болмаған? Тура айтқаны қатесіз келіп тұр. Адам өлтіресің деп еді. Абақтыға түсесің деп еді. Бұл осыдан 25 жыл бұрын, 10-шы сынып оқып жүрген кезінде. Мектептен шыға берісте қалалық үлкен базар болатын. Жұрт мұны жаңа базар деп атап кеткен. Кариманың айтуымен сыныптас бір топ қыз сол базардың ішінде косметикалық дүкенге соқты. Сол дүкеннен өздеріне қажетті керек жарақтарын алып шыға берген еді. Екі сыған әйел алдарынан шыға келді. Солардың біреуі. Әй әдемі қыздар, әй сұлу қыздар, бал ашып берейінші. Кәне, сен қыз өте әдемі екенсің. Ой, көзіңнен ақ көрініп тұр. Мейірімді қызсың, біліп тұрмын. Кәне, алақаныңды бере қойшы. Өте бақытты қыз болайын деп тұр екенсің. Пах деп Кариманы жеңінен тартып ұстап алды да. Қорықпа сұлу қыз. Кәне, алақаныңды аша қой. Міне. Ой, әдемі қыз, әдемі қыз. Сені той күтіп тұр. Бір басың екеуі болады. Күйеуге шығасың, бақытты боласың. Сұлу қыз, екеулеріңнен 3 бала болады деп Кариманың алақанын босатпай сайрай жөнелді. Қайдағы күйеу? Мен 10-шы сыныпта оқып жатырмын ғой деп Карима шошып кетіп еді. Оған сасқан саған әйел жоқ, күлімсіреп одан сайын. Ай, сұлу қыз, міне, бақытың жарқырап күліп тұр. Мен саған алақандағыны айтып тұрмын. Оқысаң қайтейін, оқи бер. Кәне, ақша сала қойшы қолыма. Сала қой. Сен өте қайырымды қызсың. Көзің айтып тұр. Міне қызық, көп оқиға бар. Тағы айта берейін бе деп жабысқан соң, Карима тезірек сөмкесін ашып, әмиянынан 2000-дық ақшасын беріп, айтпа, мұндай сөз айтудың қажеті жоқ. Өтірік айтқаның деп, сыған әйелден алыстай берді. Осы кез Шұғыланың да қызығушылығы артып кетті де. Маған айтып берші деп, өзі алақанын ұсынып тілек білдірді. Сыған әйел жаңа ғана Каримаға күлімсіреп, екі көзі жайнап тұрған қалпынан бірден қабағын түйе қойды. Шұғыланың алақанын ұстап басын шайқады. Қос алақанды бірде былай қарап көрді де. Жаман, өте жаман. Сенде бәрі жаман. Абақтыға түсесің, кісі өлтіресің деп тарс еткізді. Содан кейін дәл қазір өзіне Шұғыла тап бергелі тұрғандай, ақша сал алақаныма деместен тезірек әрмен жылыстай берді. Өтірікшілер бұлар. Қайдан тап бола кетті өздері бізге? Жүр кеттік, болыңдар кетейікші деп Карима қыздарды асықтыра түсті. Шұғыла сыған әйелдің өзіне сыныптас қыздар алдында мұндай баға бергеніне қысылып, мүлде ұялып қалды. Бір түрлі болды. Бірақ тағы бір қыз.
Қалаға қаптап кетіпті осы сығандар. Жоламау керек бұларға. Жола, сен не қабағың түйіліп қалды? Сол әйелдің сөзіне сеніп қалдың ба? Қойш. Менің әжем жағымсыз сөз айтқандарға пәлесі өзімен кетсін, жағына жылан жұмыртқаласын дейтін. Біз де соны айтамыз деп шамалы басу айтып, сонымен қыздар үйлеріне тарасқан. Косметикалық дүкенге соғу идеясы Каримадан шыққан. Ол өзінен үлкен тұрмысқа шыққан әпкесінің қайын сіңлісі ұзатылатын болып, әке-шешесімен демалыс күні аудан орталығына тойға баратынын айтқан. Сосын қасы көзін бояйтын бояу алуға қыздарды үгіттеген еді. Демалыс күн өтіп, аптаның басындағы бірінші күні Карима сабаққа келмеді. Екінші, үшінші күні де Кариманың төбесі көрінбеді. Сабақта болмады. 4-ші тоқсанның бітуіне 1-2 ғана апта қалған. Ол кезде қалта телефоны енді шығып жатқан кез. Біреуде бар, біреуде жоқ. Үйінің телефонына да ешкім жауап бермейді. 4-ші күні Шола оқитын 10-шы А сыныбына мектеп директоры Балғабек Темірбеков, оқу ісінің меңгерушісі Жансая Әбілдина, сынып жетекшісі Гүлмира Жаханова үшеуі қатар сау етіп кіріп келді. Оқушылар әдеттегідей бәрі орындарынан тік тұрып, сәлеметсіздер ме деп хормен сәлемдесті. Отырыңдар. Так, сендердің бәріңе Карима жағдайын айтқалы келіп тұрмын. Карима Есенәлиева күйеуге шығып кетіпті. Кариманы тойда ауылдағы бір жігіт алып қашып кетіпті, деді директор. Ер балалар, уай деп алақандарын шапаттап жіберген еді. Директор столды тарс еткізіп бір қойды. Тоқтатыңдар, бұл оқиға біздің осы үшеуміздің қызметтік қатаң сөгіс алуымызбен тынып отыр. Сендер ме? Сендер не деген бәлесіңдер? Бұл ұшынып бара жатқан. Так, қыздар, әсіресе сендерге айтамын. Той, пой, вечер, сечер, дискотека, мискотека дегенді енді қоятын боласыңдар. Алдарыңда 3 ай каникул. Білгендеріңді істеп жүрмеңдер. Сендер әлі бойларың серейгенімен кәмелетке толған жоқсыңдар. Бүгін кешке бәрің бірге мектепке ата-аналарыңды алып келесіңдер. Қатаң түрде. Сылтау айтып келмей қалып жүрмесін. Жиналысқа сендер де қатысасыңдар, деп сөзін аяқтады да, сынып жетекшісін қалдырып, завуч екеуі шығып кетті. Апай, Карима қалай шығып кеткен? Ол жігітті сүймесе енді қалай өмір сүреді деп. Енді топтасқан қыздар апайларын қоршап алды. Қойыңдаршы, оны білмедім. Бірақ Кариманың әке-шешесі мен ата-әжесінің ұйғарымы солай болыпты. Әлі кәмелетке толмағандықтан Кариманың алып қашқан жігітке сот процесі қозғалу керек. Сөйтсе ол балада әлі кәмелетке толмапты. Сол жақтағы бір бастықтың баласы, жалғыз ұл екен. Содан соң бұл іс жабық қалыпта, жабық ұсталып тұр. Қысқасы бұл оқиға Обланоға дейін жетіп, біздер үшін жақсы емес. Кешке ата-аналарыңа түгел айтылады. Ал сендер енді жүрген жерлеріңде байқап жүріңдер. Қыздар, мен сендерге айтып тұрмын, деп сынып жетекшісі директор сияқты емес, жайымен түсіндірді. Жазғы каникулдан оралғанша Карима туралы ешкім еш нәрсе білмеді. Оның сыртында Шұғыланың әкесі қайтыс болды. Анасының қасы қабағына қараумен Шұғыла өз отбасымен болып кетті. Өзге қыздардай мектеп бітірісімен басқа оқуға түсуге, мамандық алуға еш мүмкіндігі болмай, аурушаң анасы мен сіңілісі Сәулеге қарады. Ара-арасында табылса мекемелердің еденін жуды. Анасының азын-аулақ зейнетақысы бар, өзінің тапқаны бар, қоңырқай тірлікпен өмір сүріп, біраз жыл өтіп те кетті. Анасы Шұғыланың өзіне жасап жүрген қамқорлығына шексіз риза еді. Жаным-ай, бар қиыншылық сенің иығыңа түсті. Тұрмысқа да шықпай қалдың. Мен үшін алысқа бара алмай, оқуда оқи алмадың. Бір мамандықта ала алмадың, дейтін кейде жылап, егіліп. Енді келіп түрменде көрдім. Енді Сәуленің күні не болмақ? Дені сау болса бір сәрі. Мүгедек күйімен шынында жәрдемге барар ма екен? Апалы сіңлі екеуміз Құдайға не жаздық? Анам да Құдайыңа сенбеймін деп еді. Ашынғаннан айттым екен. Неге біздің өміріміз ауыр бола берді, а? Шұғыла осындай ойлармен әбден қалжырап, жастыққа басын қойды. Лаураның бар жағдайы полиция қызметкерлеріне белгілі болды. Лаура шындығында Темірбектің зорлығына ұшыраған. Темірбек, мен саған үйленемін. Егер сен менен 2 қабат болсаң деп, көз алдынан тыс қалдырмай бақылауда ұстаған. Сәулеге күтушілікке кеңес беріп өзі әкелген. 2 қабат болғандығы анықталған соң, Лаураға қымбат алқа сыйға тартқан. Енді ата-анаңа барып ескертіп, заңды түрде үйленемін, шалқытып той жасаймын деген. Бұл жағдайды ата-анам білмейді. Темірбекті сүйгенім де жоқ. Менің оқуым керек әлі. Енді не істерімді білмеймін. Мына бала маған шынымды айтсам керек емес деп, Сәулеге бар шынын айтып, Лаура жылаған. Сәуле, мен көтере алмаған баланы көтердің. Құдай саған бала берді.
Ол Темірбектің баласы, оның ұрпағы. Темірбекті менің әпкем байқаусызда ашу үстінде өлтіріп алды. Сол себепті Темірбек қандай адам болғанмен де, оның рухының алдында мен қарыздармын. Мына үйдің иесі де келешекте осы бала болады. Сен бұл баланы еш уайым етпей дүниеге әкел. Мен өзім туғандай асырап аламын. Темірбектің атына жаздырамын. Өйткені мен Темірбекті шын сүйемін. Оның баласын қайткенде де өсіремін. Екеуара бұл сыр арамызда ғана қалады. Тек мына омыртқам бітіп, аяғымнан жүріп кетсем болды деген. Қыз қуанып кетіпті. Тек бұл сырды сіз ешкімге айтпайсыз ғой. Айтпаңызшы. Сізді барынша күтіп бағамын. Тәуір болып қатарға қосылып кетсеңіз болды. Туған сіңліңіздей болайын, әпкетай, дейді Лаура. Темірбек Мырзахметұлы Мырзахметов балалар үйінде өскен екен. Жақын туыстары шынында да жоқ болып шықты. Алғашқыда казино ойнаумен айналысыпты. Полициялардың көбісі оның есімін жатқа білетін болып шықты. Соңғы жылдары түзеліп, түрік компаниясында жұмыс жасап жүрген. Мына үйде казино ойнап жүргенде, көп ақша қолында болғанда алып қойған көрінеді. Сыртқы келбеті көрікті болған соң қыз-қырқындар өздері құмар болатын, деді бір дос. Сол досының көмегімен жаназасы шығарылып, кішігірім ас берілді. Ал мініп жүрген автокөлігін сатып, жылдық асын беруге жаратармыз, деді осы досы Сәулеге есеп беріп. Осы оқиғадан соң 5 айдан кейін соттың үкімі шықты. Қазақстан Республикалық қылмыстық істер кодексі бойынша 96 баптың 1 бөлігімен Шұғыла 8 жыл бас бостандығынан айырылды. Кейін әйелдер колониясына жіберілді. Ал 6 айдан соң Лаура босанды. Оның босануы құпияда сақталды. Сәуле дүниеге келген ұл баланы толық керекті құжаттарын тапсырып, асырап алды. Туы туралы куәлікке есімін Алмасбек, анасы Сәуле, әкесі Темірбек деп жаздырды. Лаура әуелде басқа институтқа оқуға түсемін деген. Кейін ойын өзгертті. Сәуленің кеңесі бойынша заң университетіне юрфаққа оқуға түсті. Сәуле мен Лаура екеуі Алмасбекті ортаға алып, Шұғыла жатқан әйелдер колониясына барып кездесіп, оның да жағдайын біліп, көңілін аулап қайтты. Әңгіменің соңы. Оқыған Кенжегүл.